дүкен туралы бізге ақпарат беріп жіберіңізші, мына сөрелерде қандай кітаптар тұрады? Олардың бір орналасу реттілігі бар ма? Арнайы. Не ескердіңіздер? Шетінен бастайық. Мына жақта ең шеткі несінде бізде Олжа Пик деген отандық бренд бар. Сөйлет деген өзіміздің жас жігіт. Сол кісінің ашқан бренд. Әдемі түсті. Олардың ұрандары білімдері сәнді болды. Ол блокнот па? Блокноттары бар, жаңағыдай наклейкілері бар, чехолдары бар, айфонға. Осындай өшіргіштері бар. Жалпы кітапқа байланысты не бар? Даже су бөтелкеге қызылдағымыз, орамыз. Сосын мына жақта жалпы канцелярский товарлар, блокноттар, басқа да заттар. Мына жақта магнитиктер, закладкалар, кітаптар. Мына жақта өшір, тоже жаңағы Олжа Пиктен шығады. Мағжан Жұмабаевтың суретімен, Абайдың суретімен. Осының сізге сыйлайын. Рахмет сізге. Сосын мына жақта Қасым баспасының кітаптары. Полностью осы бір полкниде осы жерде. Әртүрлі кітаптар бұл жерде? Бұл жерде основном қазақ әдебиеті, практикасы. Бірақ енді аудармалар да бар. Мартин Иди деген. Мынау бизнес пен мотивация ол кісі. Қайсысы көп өтеді қазір жастарға? Классика ма әлде мына психология ойындар ма? Қайсысы жиі көп өтеді? Негізі психология мен қазақ әдебиеті көбірек өтеді. Қуанышты, қазақ әдебиетінің көп болуы қуанышты. Ол да жақсы. Сосын жаңағыдай Азамат Сақаевтың сондай атақты блогерлердің танымал адамдар кітаптар жақсы. Психология және тұлғалық даму. Бұл жақта жаңағы жылдам оқу, кайдзен, өзін тап деген сияқты кітаптар. Сөз менеджмент. Мынау психология. Психология және бала тәрбиесі. Наталья Кардинаның кітаптары бар ма? Болу керек. Бұл жақта сол Мәрзебек Абайдың кітаптары, Сен жалғыз емессің деген сияқты кітаптар өте жақсы. Мынау романдар. Бұл жерде әртүрлі романдар. Мынау балалар әдебиеті. Мынау полка. Және мынада ақ-солардың барлығы балалар әдебиеті. Бұл жерде біздің жаңа айтып өткен Алтын Сақаның кітаптары бар. Сол басқа біздің басқамыз. Сонда жұмыс істейміз. Мына жақта фантастика, детектив. Фантастикаға деген сұраныс қандай? Гарри Поттерді кішкентай оқырмандарымыз бар. Өте жақсы оқитын. Алдында бір оқырман келді, 4-ші класс оқиды. Осыған дейін 60 кітап бітірген екен. 4-ші классының. Яғни аптасына кітабы деп. Осы оқушыны шақыру керек кездесуге. Сөйтіп осы оқушы бөліссе, мысалға, қаншалықты оның кітапқа деген қызығушылығын ол қалай дамытып отыр? Бөліссе, кездесуге. Ол кісінің әкесі де сол бізге тұрақты келіп отырады. Жаңағы оқып ал деген клубтың мүшесі жаңағы бірінші клуб. Меніңше сіздерге тағы да осы отбасы бір клуб жасау керек сияқты, ата-анасымен бірге келіп оқу деген сияқты. Жасау болады сияқты. Біздің мектебімізде бұл проект жүрді. Жақсы болды. Ата-аналармен бірге оқып, үйде бірге оқып, мектепте де бірге оқып, сосын бөлісіп, қаншалықты оның тиімділігімен бөлісу туралы пікірлер жүріп өтті. Соны да ескерсеңіздер қайтты. Жақсы ескеруге болады. Қазақ әдебиеті. Бұл жақта әртүрлі мазмұндама кітаптары, отбасы христианатасы кітаптары, жаңағы Дарияның кітаптары, Хауа деген сияқты әртүрлі кітап, басма кітаптар. Ал былай ішке келетін болсақ, бізде осындай столдар бар, зарядчик бар, сосын 2 Wi-Fi-ымыз бар, роутер, іште. Ана жаққа бір роутер алып. Оқырмандарға тиімді, тегін келіп, отырып, жұмысын жасап, кітабын оқып отыра берсе болады. Жақсы. Рахмет. Керемет, тамаша. Ал бұл кезде сувенирлер сатамыз. Сафи, бұлардың бәрі сатылады. Сафи деген не бар, бренд бар бізде. Олардың кейбіреулердің өздері шығару мүмкін.
Бірақ басынан Турциядан келіп, сапалы, бағалары да бай жақсы. Сыйлыққа берген кезде ұялмай беретін дейді. Шенді адамдарға да берсе болады. Андай кейбіреулерінде несі бар, ашып жүретін, санды бар. Өте жақсы. Таспек бокс, оның ішінде жаңағы Турциядан келетін сапалы жайнамаздары бар.